Ұстаздық ұлы құрмет, болашақтың алтын көпірі, тірегі мен жүрегі. Ұрпақтың ұлы болуы тікелей ұлағатты ұстазбен байланысты. Заманның дүбірлі аламанында жас ұрпақты білім мен тәрбиенің кәусар бұлағынан сусындатқан халық ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы. Адамдық диқаншысы қырға шықтым, көл жоқ коғалы жоқ қорға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым ектім, көңілін көгертуге құл халықтың. Қор болған босқа кетіп еңбек бейнет, құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет. Оттай бер жануарым екі аяқты, адамдық хаяунға қанша қажет. Ұлт әдебиетін ұлы мұратқа жеткізудегі Ахмет Байтұрсынұлының еңбегі орасан. Ал шығармашылығы ғибратқа толы. Алаштың рухани көсемінің туғанына биыл 150 жыл. Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет танушы ғалым, түркі танушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Өлеңдерін маса етіп жұмсап, ел құлағына барып ызындап, ұйқыдан оятуға тырысты. Ызындап ұшқан мынау біздің сары маса, сап-сары аяқтары ұзын маса. Өзіне біткен тұсы өзгерілмес дегенмен, қара екі қызыл маса. Тән көмілер, көмілмес еткен ісім, ойлайтындай мен емес бір күнгісін, жұрт оқпаса, оқпасын қамақпаймын, ел бүгіншіл менікі ертең үшін. Осындай бабамыздың бір шумақ жыры әр қазақтың ұранына айналса, руханиятымыздың биіктейтіні хақ. Ахметті тану, қазақты тану, өзімізді тану. Дүниеге бекзат болмысымен келіп, жазған дүниесімен жүректерге, қазақ баласының санасына шырақ жаққан Ахмет Байтұрсынұлын таны жүрейік.